Келін. Айнұр қаланың қызы. Жасынан ақылды, ерке болғанымен, шаруаға епсіз болып өсті. Көзінің қарашығындай болған жалғыз қызын анасы көп жұмсамай, аялап, мәпелеп өсірді. Алайда ақылдана қызының жан дүниесінің жұтаң болмауын бірінші орынға қойып, оны жастайынан кітап оқуға баулиды. Зерделі зерек, рухани жағынан толысқан ерке қыз бой жеткен соң өз бақытын ауылдан табады. Ойдым жолдары бар, ұялы байланыс ұстамайтын, дұрыс ауыз суы да жоқ, қияндағы ауылға Айнұр сүйген жігітімен қол ұстасып кете барады. Содан бері 5 жыл өтті. Келгелі бері ата-енесінің қабағын аңдып, солардың бабын табудан жалыққан емес. Қолынан көп нәрсе келмейтін ол, алғашында бүлдіріп, күйдіріп, жандырып жүріп, бәрін үйреніп алады. Сиыр сауа алмай, көзін көгертті, ошаққа нан жабам деп қолын күйдірді. 40 тесік қылып, еттің нанын жаяды. Бірақ Айнұр жасыған жоқ. Қалайда бәрін үйренем деп алға талпынады. Нәтижесінде аз уақыттың ішінде керемет келін атанады. Қазір ол таңғы 5-те тұрып, 10 сиырды сауып, өріске жібереді. Үйге келіп шай қайнатып, су жылытып қояды. Осы аралықта ұйқыдан тұрған ата-енесі мен үйленбеген қайнысына ыстықтай демдеп шайын береді. Қариялар шайды ұзақ ішеді. Жазғы күндері ауладағы ошаққа шай қайнатып, шоқтың шайын береді. Сүт тартып, май қаймағын жасайды. Қысы жазы сиыр сауылатындықтан бұл үйден құрт ірімшік үзілмейді. Бәрін бітіріп, мектептегі жұмысына жүгіреді. Мұғалім болып жұмыс жасайтын ол, мектепте де алғыр ұстаздардың қатарында болады. Сынаптай сырғыған осы уақыт аралығында 3 баланың анасы атанады. Күнделікті күйбең тірлікпен жүгіріп жүрген күндердің бірінде өзіне ақылшы, қамқоршы болған енесі айықпас дертке шалдығады. Бір-біріне елмен, сүйелмен 3 баланың қасына енесі 4-ші бала болып қосылады. Бірақ Айнұр бұл жолы да шыдамдылық пен табандылықтың шынайы үлгісін көрсетеді. Анасы ауырып қалды дегенді естіп, қала маңда тұратын үлкен қызы жылап, еңіреп жетеді. Бір аптадай қасында болып, жуындырып, шайындырып, шашын тарап, тамақ беріп, жүгіріп жүреді. Бірақ кетерінде анасының құлағындағы алтын сырғамен алтын жүзікті өзімен бірге ала кетуді ұмытпайды. Сөйтіп күндер өтіп жатады. Көрші ауылда тұратын ортаншы қызы бала шағасымен анасын бағуға келеді. Ол да үйдегі жалғыз келін Айнұрға болысқан болып, анасын қарап, жанашырлық танытады. 10 күнде жатқан соң, ортаншы қызы да кетерінде анасының қобдишасын ақтарып, алтын күміс әшекейлерінің біразын өзімен алып кетеді. Күнде келіп
шәй ішіп кететін ауылда тұратын кіші қызы да қалған алтын бұйымдарды өзімен алып кетеді. Қобдишада жалғыз ғана қызыл көзді алтын Сақина қалады. Ертеңгі күні енесіне ас алып келген Айнұр оның теріс қарап, бөк түсіп, тұншығып, жылап жатқанын көреді. Көз жасын тия алмаған кейуана: «Үш қызым бар» деп мақтанушы едім. Бірақ үшеуінің сенің қолыңа су құя алмайтынын көріп, қарным ашып тұр. Қыздарымның өресі осыншалықты тар болар ма? Мені асты үстіме түсіп, шын көңілмен баққан сен ғанасың. Бақытты бол. Балаларың да өзің сияқты парасат пайымы биік болып өссін деп патихасын береді. Түскі шайға келген кенже қыз шай үстінде анасының қобдишасында қалған жалғыз алтын Сақина келінге тиесілі екенін, анасын адал бағып жүрген Айнұр екендігін айтып, енді ешкімнің ол Сақинаға тиіспеуін сұрайды. Жүзін төмен салған Айнұр: «Мен апамды алтын үшін бағып жүрген жоқпын. Бұл менің келіндік парызым. Ол кісі әлі жазылып кетеді. Бәрі Алланың қолында. Маған ол кісінің фатихасы да жетеді» деп шай қимақ болып атасының кесесіне қол созған еді. Көзінен парлап аққан жасын көрсеткісі келмеген күйі, үлкен кісі үнсіз ғана дастархан басынан тұрып кетіп барады екен. Санаулы күндерін өткізіп жатқан ана төбеге қарап, ойланып жатып, үш қызы мен келінін салыстырады. Бірден қолы қалт етсе, шұқшиып кітап оқып отыратын келінінің ішкі жан дүниесінің мол қазынаға толы бай екенін осы кезге дейін аңғармай келіпті. Байқап қараса, қыздарын жалт-жұлт еткен жылтырақ дүниелерге құмар қылып тәрбиелеген өзі екен. Өзінің материалдық құндылықтарға ғана мән беріп, олардың рухани жұтаңдығын ескермегенін кеш түсінеді. Былайғы тірлікте жалт-жұлт еткен дүние бірінші орында болғанмен, өмір мен өлімнің арасында жатқан адамға таза рух қана қажет екен. Жаны қиналып жатқан сәтте қора тола малдың да, сірескен дүниенің де, қобдиша тола алтынның да көк тиын қадірі жоқ екенін ұғынады. Өзінің бала тәрбиесіндегі қателігін кеш түсінген Айнұрдың енесі соңғы күндерін өксікке толы өкінішпен өткізіп жатады. Өмірден өтер сәтінде қыздарының бәрі келіп, апалап, айнала қоршап жылап отырды. Көздерінен тарам-тарам жас ағып жатқанымен, үш қызының да санасында анасынан қалған өзге де бағалы заттарды бөлісіп алу жоспарда тұрды. Қиналып жатқан ана жанына босаға жақтан тараған жарық сәуле ғана жылулық сыйлағандай болды. Дәл осы сәтте босағада тұрған жалғыз келіні ғана шын ниетімен енесінің екі дүниеде де жамандық көрмеуін тілеп, өзі білетін Құран сүрелерін күбірлеп оқып тұрған еді.